Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлымын. Бүгін сіздерге ораза ұстау ережесі жайлы ақпаратпен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдауыңызды білдіріңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Жиі қойылатын сұрақтардың бірі ол намаз оқымайтын адамдарға да ораза ұстауға бола ма? Намаз оқымайтын адамдар да ораза ұстауға болады. Ораза ол барлық мұсылман адамдарына парыз болып есептеледі. Қай уақытта ораза бұзылмайды? Келген сілекейді жұтуға бола ма дейтін де сұрақтар болады. Әрине, келген сілекейді жұтуға болады, тек ауыз толтырып жұтуға болмайды. Бетті сүйіп амандассақ, ораза бұзыла ма? Жоқ, бұзылмайды. Кішкентай баланы сүйіп, немесе иіскесеңіз, ораза бұзылмайды. Денеге әтір сепсеңіз, ораза бұзылмайды. Шомылсаңыз, немесе душқа түссеңіз, ораза бұзылмайды. Тек шомылған кезде суды жұтып қоймасаңыз болды. Ерлі-зайыптылар кешке ауыз ашып болған соң ерлі-зайыпты ақыларын өтесе, ораза бұзылмайды. Ал егер ауыз бекітіп жүріп, қарым-қатынасқа түссе, ораза бұзылады. Ол үлкен күнә болып есептеледі, 60 күндік кафаратты қажет етеді. Дәретсіз, ғұсылсыз ауыз бекіте беруге болады. Таңертең сәресіне ұйықтап қалған кісі еш нәр татпай, яғни тамақ жемей, оразасын жалғастыра беруге болады. Ораза ұстап жүріп, біле тұра ішіп жесеңіз, немесе темекі шегіп насыбай атсаңыз, оразаңыз бұзылады. Оразаны кімге ұстамауға рұқсат? Сапарда жүрген жолаушыға ораза ұстамауға рұқсат. Жүкті әйелге ораза ұстамауға рұқсат. Бала емгізіп жүрген аналарға ораза ұстамауға рұқсат. Ауырып жүрген науқастарға ораза ұстамауға рұқсат. Бірақ бұл кісілер кейін қазасын өтеуі қажет. Үлкен және кәрі кісілер денсаулығына байланысты ораза ұстамауға рұқсат. Бірақ олар жағдайы келсе фидия беруі керек. Яғни 30 күн бойы ораза тұтып жүрген адамды тамақтандыруы керек. Сөйтіп өз парызынан құтылуы қажет. Етекір кезде әйелдер ораза ұстамайды. Тазаланған соң оразаны ұстап жалғастырады. Айттан соң қарызын өтейді. Сонымен қатар ораза ұстап жүрген адам сағыз шайнамауы керек. Сағыз шайнаса оразасы бұзылады. Көп ғалымдардың айтуы бойынша тіс пастасын қолданбаған жөн, оның орнына месвакпен қолданған жақсы. Ол тіске де пайдалы және де оразаңызды ашып жібермейді. Әдейі оразасын ашып жіберген адам 60 күн бойы ораза ұстауы керек. Ауыз бекітіп жүрген кезде ауызға шашатын немесе мұрынға шашатын дәріні қолданбаған жөн. Оразаңыз қабыл болсын десеңіз, барынша өсек айтпай, жаман заттарды көрмей, тек түзу жолмен жүруге әрекет етіңіз. Бұлар сіздің оразаңызды бұзбауы мүмкін, бірақ оразаңыз қабыл болмауы мүмкін. Ораза айындағы дұға тілектеріңіз қабыл болсын, құлшылықтарыңыз жеңіл болсын. Бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы және де қызықты болса, каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған арайлым, қош сау болыңыздар.